картаны ашып алайық. Exercise 04 папкасынан Canada Capitals'ты ашып аламыз. Біз бүгін символдармен жұмыс жасаймыз, яғни жаңа символ қосамыз, яғни символ стильдармен жұмыс жасаймыз. Столица провинция символына басамыз. Бұл жерде выбор символа деген окошко шығады, яғни символ селектор деп шығады. Бұл жерден барлық символдардан шеңбер ішіндегі жұлдызшаны іздеп қарап көрейік. Қарасаңыздар бұл жерде жоқ. Другие символға басамыз, яғни style references деп тұр. Осыған басамыз. Бұл жерден ашып қарасаңыздар user, яғни бұл пользовательский символ, стиль болып тұрады. Ол недоступны болып тұр. Және де төмен қарата жүріп жүрсек, бұл жерде S3 қосылып тұр қазір. Яғни S3-дан, яғни ArcMap'тың, ArcGIS-тың өзінің символдары қосылып тұр. Енді Civic'ті қосып көрейік. Міне Civic қосылды. Мен Civic'тан іздеп көрейік. Жаңағы жұлдызша, шеңбер ішінде салынған жұлдызшаны. Яғни стар 1 деген бар, бірақ бұл бізге келмейді. Яғни жұлдызшаның бұрыштары шеңберге тиіп тұру керек. Яғни ондай бізде символ жоқ. Енді colorға басып қарайық. Мен түсті өзгертіп қарайық. Colorды ашсаңыздар, бұл жерде түстерде көбейді. Яғни біз жаңа стиль қосқаннан кейін Civic'ті қостық, сол Civic'тің түстерде бірге қосылды. Келесі админға басамыз. Келесі менеджер стиліға кіреміз. Style менеджер ол бізде Customize'да тұр. Customize немесе орысша настройки. Менеджер стилі, Style менеджер. Яғни бұл жерге қараса, мына жерде жаңағы біздің user деген пользовательский стиль, S3 стиль және Civic стильдар шығып тұр. S3-ді ашып қараса, жаңағы ішіндегі өзінің элементтері бар. Яғни папканың өзінің элементтері бар. Енді маркер символсқа басып көрейік. Бұл жерде жаңағы символ бар, жерден көре аламыз. Яғни мына әрқайсысын ашып көрсеңіздер, символдар, түстер, жазулар барлығы бар. Енді стиліға қарап көрейік. Стиліға қарасақ, мына жерде Civic'ті өшіреміз. Окей, яғни бізде S3 мен жаңа пользовательский ғана қалды. Бұны жабамыз, стиль менеджер. Столица провинцияға кіреміз. Edit символ, яғни жаңа символ создавать етіп, жаңа жұлдызша шеңбер ішінде тұрған символ создавать етуіміз керек. Ол үшін Edit символға басып кіреміз. Менде компьютер қатып қалды. Міне ашылды. Яғни қазір біз столица провинцияда ашып кірдік. Яғни бұл қызыл жұлдызша болатын. Мына жерге layers дегенге қарасаңыздар, бұл жерде екі символ тұр. Біреуі сыртта контуры қара, бірақ іші пустой болып тұр. Яғни іші ақ болып тұр түсі. Екінші
символ контуры жоқ, бірақ іші қызыл болып тұр. Яғни осы екеуін қосқанда бізде столица провинцияның символын алып отырмыз. Превьюда жаңа екеуін қосқан символды көріп аласыздар. Яғни мына екі символды қосқанда бізде мына превьюда шығып тұр, қандай символ шығатыны. Так, қайта жауап қайта кірейін. Менде кішкене дұрыс ойланбай тұр, дұрыс демей тұр. Мына жерде шрифт қарасаңыздар, S default marker деп тұр, фонт деп тұрған жерде. Және де бізде қазір контуры бар жұлдызша белгіленіп тұр, яғни ол бізде мында тұр. Егер де мына жерде S default markerді, яғни шрифт өзгертетін болсақ, фонт элемент дейтін болсақ, не бізде мында болып өзгереді. Келесі мысалы геология дейді. Яғни осы жерден символды ауыстырып өзгертуге болады. Яғни бізге қазір үстіңгі default маркерға қояқ. Бізге контуры бар жұлдызша бізге қажет жоқ, яғни осыны удалить етеміз, яғни delete лайерға басып алып тастаймыз. Бізге қызыл жұлдызша ғана керек. Енді shift-қа добавить арқылы өзіміз тағы да нелер қоса аламыз. Окей. Менде арқымам кішкене қатып тұр, сол үшін шығып edit символға қайта кірем. Енді маған S default маркердің ішінден, яғни менде бір қызыл жұлдызша ғана қалды, контурсыз. Бірақ мен edit символды өзгертем, яғни соның сол жағында тұрған мына символ таңдап аламын, яғни шеңбердің ішінде жұлдызша. Осыны таңдап аламын. Размері 14 те қалады, 14 нүктеде. Яғни окейға басып, save as, яғни мына символды мен бөлек сақтап аламын. Бұны столица провинция деп
жазып қоямын. Категорияны ештеңе танымаймын. Яғни finish. Яғни user деген жерде жаңа мен создавать еткен не пайда болды. Жаңа символ пайда болды. Және де картамда өзгерді. Столица государствоны дәл солай таңдаймыз. Яғни столица провинция таңдап, save as деп, бұл жерге столица государства деп. Так, бұның түсін көкке және 18 размер келтіремін. Save as столица государства. Окей, яғни юзерда менде екі символ пайда болды. Окей деп кірем. Келесі жаңа стиль создавать етеміз, яғни бұл юзерда пользовательскийда сақталып тұр. Енді мен өзім бөлек стиль создавать етем. Ол үшін стиль стайл менеджерға кірем. Стайлсқа кірем. Және де create new style деп таңдалам. Және стильдің атын Канада деп жазам. Имя файла Канада. Яғни exercise 04, яғни осы папкада сақтаймын. Сохранить. Яғни бізде міне шығып тұр. Окей. Міне стиль новый стиль пайда болды. Енді жаңағы сақталып алған стилім менде пользовательскийда тұр, яғни юзерда тұр. Маркер символға бассам, мына жерде жаңағы біз создавать еткен екі символын тұр. Екеуін белгілеп аламын. Ctrl-ды басып отырып, мышканы оң жағымен басып, cut, яғни вырезать. Оны аламын да создавать еткен стиліме қосам, яғни қарасаңыздар, Канада стайл деп тұр. Яғни осыған қосуым керек. Маркер символ, мышканы оң жағымен басып, вставить, закрыть. Енді символға, мысалы, столица провинция кіретін болсам, ең бірінші шығып тұрған создавать еткен символымыз мында тұр. Яғни бұл да Канада стайл тұр. Екеуі шығып тұр бізде. Егер де Канаданы өшіретін болса, екеуі жоқ болып кетеді. Кейде тек жоқ болып кетеді. Осылай жаңадан өзіміз символдар создавать етуге болады.